Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа панкейки дайындаймыз. Бізге қажетті ингредиенттер: сүт, сары май, құмшекер, қопсытқыш, бір жұмыртқа, ұн. Ең алдымен жұмыртқа мен құмшекерді жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң сүтімізді қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Және сары майымызды саламыз. Қопсытқышты міндетті түрде ұнмен араластырып, електен өткізіп салыңыздар. Сол кезде жақсы көтеріліп, пісіп шығады. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді оны пісіре береміз. Табамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Төмен отта пісіреміз. Қойғаннан кейін 1 минуттан кейін тесік домалақтар пайда бола бастайды. Ол дегені артын ауыстыру керек деген сөз. Мінекей достар, біздің панкейктеріміз дайын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.